Сәлеметсіңдер ме оқушыларым? Қазақ тілі сабағы 3-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей беріп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 66-ші сабақта сөз таптары деген тақырыпты әрі қарай жалғастыратын боламыз. 5-ші жаттығуда өлең берілген, өлеңді түсініп оқы дейді. Тақырыбы туған өлкем деп аталады. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Авторы Өтебай Тұрманжанов. Енді осы өлеңдің астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой дейді. Бірінші, көгінде не нұрын төккен? Яғни көгінде күн нұрын төккен, я? Келесі екінші сұрақ, ал жерінде не жұпар сепкен? Гүл жұпар сепкен. Үшінші сұрақ, ақын даланы неге теңеді? Ақын даланы алтын дәнді даласы бар деп теңеді. Ал қаланы ше неге теңеді? Қаланы ақ күміске теңеді. Келесі сұрақ, өлең неліктен туған өлкем деп аталған? Себебі ақын өлеңде туған өлкенің сұлулығы мен көркемдігі туралы айтқан. Келесі сұрақ, өлең өнердің қай түріне жатады? Өз ойыңды дәлелде. Өлең шағын көлемді поэзиялық шығарма түріне жатады. Себебі өлеңнің ырғағы мен ұйқасы қалыпқа түскен, шумағы белгілі бір тәртіпке бағынған сөздер тізбегі болып табылады. Келесі сұрақ, өлеңнің бірінші шумағын жатқа жаз. Жазғаныңды оқулықпен тексерім. Алғашқы екі сөйлемін сөз таптарына талдап, әр сөздің үстіне қай сөз табы екенін көрсет. Ал енді оқушылар берілген өлеңдегі бірінші шумақты жаттап аламыз. Содан кейін дәптерімізге әдемілеп жазамыз. Сол жазғанымызды осы кітаптағы шумақпен тексереміз. Келесі, алғашқы екі сөйлемін сөз таптарына талда дейді. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен. Осы шумақты сөз таптарына талдайтын боламыз. Көгінде зат есім, күн зат есім, нұрын зат есім, төккен бұл етістікке жатады. Келесі, жерінде зат есім, гүл зат есім, жұпар зат есім, сепкен етістік болып табылады. Яғни не істеді деген сұраққа жауап береді. Әрі қарай жалғастырамыз. 6-шы жаттығуда сурет берілген. Суретке қара, тақырыбын анықта дейді. Суретте жаз мезгілі берілген. Жаз мезгіліндегі таудың жиегінде жап-жасыл шөптер, көптеген ағаштар берілген. Сонымен қатар өзен ағып жатыр. Енді осы сурет бойынша әңгіме құра дейді. Оны баяндап айтуға дайындал. Мәтініңді жаз. Бірінші тақырыбын анықтадық. Тақырыбы жазғы мезгіл деп аталады. Мен жаз мезгілін асыға күтемін. Себебі жазда күн жылы, табиғаты өте керемет болады. Отбасымызбен тауға барып демаламыз, ойнаймыз. Тау етегінде көптеген ағаштар мен гүлдер жайқалып өседі. Өзеннің сылдырлап аққан дауысын естуге болады. Табиғаттың осындай әдемілігі үшін жаз мезгілін жақсы көремін. Енді тапсырмаға назар аударайық. Жазған мәтініңде қай сөз таптарының сөздерін қолданғаныңды анықта дейді. Мен мәтінде зат есімдерді, етістіктерді және сын есімдерді қолдандым. Зат есімдер мен, жаз, күн, табиғат, тау, ағаштар, гүлдер, өзен деген зат есімдер бар. Ал етістіктерде күтемін, болады, барып демаламыз, ойнаймыз, өседі, аққан, естуге болады, жақсы көремін деген етістіктер бар. Келесі, жылы өте керемет деген сын есімдерді де қолдандым. Келесі сұрақ, бұл өнердің қай түріне жатады дейді. Бұл өнердің сурет өнері түріне жатады. Табиғаттағы көріністерді бояу арқылы бейнелейді. Келесі сұрақ, қандай суретшілерді білесің? Мен Әбілхан Қасиевті, Гүлфайрус Исмайлова, Қанафия Телжанов, Салихиддин Айтбаев деген суретшілерді білемін. Келесі шығармашылық үзіліс берілген 7-ші жаттығуда әкең сенен жас суретші студиясына жазылуыңды өтінді. Бірақ сенің қол өнер үйірмесіне қатысқың келеді. Бұл жағдаяттан қалай шығар едің деген сұрақ қойылып тұр. Мен былай жауап беретін едім. Мен әкеме өзімнің қол өнер үйірмесіне қатысқым келетінін ашық айтар едім. Әкем менің таңдауымды әрқашан қолдайтынын білемін. Келесі 8-ші жаттығуда сөздер мен сөз таптарын сәйкестендір дейді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім берілген. Ал оң жақта сол сөз таптарына сәйкес келетін сөздер берілген. Осы сөздер дұрыс жазылмаған, біз орындарына қоюымыз қажет.
Зат есім кім, не деген сұраққа жауап береді. Яғни мүсін, суретші, ермексаз, шаршы деген сөздер жатады. Келесі етістіктің қатарына не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздер жатады. Оған тоқиды, тігеді, салыстырады деген сөздер жатады. Келесі сын есім. Сын есімнің сұрағы қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Бұл қатар, яғни дұрыс қойылған жіңішке, ақ, қызыл, тік, көлбеу деген сөздерді, осы сөздерді жазып шығамыз. Келесі сан есім қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Бұл да дұрыс қойылған. Бұл сөздер 7, 9, 20, 50, 1000 деген сөздерді жазып шығамыз. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.